Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында бауырдақ қазақ стритфудты қайталағым келіп тұр. Ол не деген сұрақ болуы мүмкін сіздерде? Ол Алматы қаласында бірнеше бауырдақ деген қазақша бургер дайындайтын ресторан бар. Сол рестораннан кеше тамақ заказ беріп көрдік. Бауырдақтың қалай жасалынатынын барлығын қарап алдық. Сонымен соны қайталаймыз деп, енді үй жағдайында сіздермен бірге бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге әдемі сорпа керек, яғни бургердің қасында қазақша жақсылап қайналған сорпа береді екен. Сол себептен етімді салып қазанға қойып қойдым. Енді бауырдақтың бауырсағын жасауға көшетін боламыз. Ал сіз бізбен бірге соңына дейін көріп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз. Олай болса, кеттік. Мен весімен жасағанды жақсы көрем. Сіздерге де, маған да точный болу үшін міндетті түрде весы пайдаланғандарыңыз дұрыс. Ол үшін бізге сүт аламыз. 500 грамм ала берейік. Енді бұны біз микроволновканың көмегімен жылытатын боламыз. Мінекей сүтімізді жылытып алдық. Ас қасық қант қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, дрожжи қосамыз. Бір чайная ложкамен дрожжи қосқан дұрыс. Мен обычно дрожжиді сүттің бетін осылай жауып тұратындай етіп қосамын. Енді осы жылытқан сүтімізді бетін жауып 5-10 минутқа дрожжиміз тірілгенше қойып қоямыз. Сорпамызды қайнатып жатырмын. Ішінде қазы мен бір жая бар. Сорпамызды бір қайнады, көбігін алып тастадым. Золотисты түсі болу үшін осындай пияз және сәбізді ашып тазалап саламын. Осымен бірге қайнаса, сорпаның түсі мөлдір, аз ақырын ғана отта осылай бұрқырап қайнайды және мынандай көкөністермен бірге золотисты болып, әдемі болып қайнайды. Сол себептен міндетті түрде қақпағын жартылай жауып, аздап бұрқырап қайнағанын қадағалауымыз керек болады. Сорпа қаншалықты мөлдір болса, соншалықты сорпаның качествосы, яғни сапасы да жоғары дегенді білдіреді. Қазір мына жиналған көбікті тағы да алып тастаймыз. Неке біздің сүтіміз бен дрожжымыз, қантымыз барлығы кішкене уақыт тұрды. Дрожж тіріліп, мінекей осылай кішкене көбіктен бастайды. Сол кезде уже ары қарай ұнымызды салып илеуге болады деген сөз. Бір қасық кәдімгі майонез саламын және бір жұмыртқа. Енді осының үстіне тұзымызды саламыз. Әжептәуір етіп салсаңыздар болады. Тұзды себебі ұн тұздылығын алып қояды. Жақсылап араластырамыз. Осы сәтте тұздылығын көрсеңіз де болады. Тілге кәдімгідей көрінетіндей тұзды болғаны дұрыс. Жақсылап араластырып, ұн салуға дайындайтын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алғанымыз дұрыс болады. Себебі қамырымыз воздушный, яғни ауалы болып пісіп, жеңіл болу үшін електен өткіземіз және барлығын өлшеп жасап жатырмын. 700 грамм. Қамыр қолдың жылулығын жақсы көреді, сол себептен қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Қолымызға осындай жабысқақ қамыр болып тұрған кезінде қолымызға аздап май жағамыз. Көп емес, аздап. Және қолымыздың қамырын барлығын түсіріп аламыз. Енді қолымыздың тазалап алдық. Таза қолымызға май жағып, қамырымызды бір илеп аламыз. Жақсылап тұрып, айналасын тазалап, илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай қамыр болуы қажет. Қамырымыз дайын болды. Осындай өте әдемі, жұмсақ, нәзік қамыр шығатын болады. Олай болса, ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді қамырымыздың көтерілуін күтетін боламыз. Енді біздің қамырымыз дайын боламы дегенше, мінекей почти көтеріліп қалды. Енді кішкене тұрсын. Содан кейін уже жайып пісіретін боламыз. Ал оған дейін мен соус жасағым келіп тұр, яғни соусқа домашний майонезді пайдаланғанды жөн көріп тұрмын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысқа жаратын боламыз.
бірден екеу жарып жасап жатырмын. Сұйық май қажет, және тұзымызды салатын боламыз. Күріш саламыз. Чеснок. Үстіне май құйдым. Енді осыны блендермен езетін боламыз. Әлі сұйықтау болып тұр. Тағы да кішкене май құйып жүрсек, 50 граммдай. Көп мөлшерде майонезіміз дайын болды. Мінекей осындай қою болып дайын болады. Бір жұмыртқамен жасасаңыздар да болады, және қалған майонезден салат, басқа да тағамдарға соус ретінде пайдалансаңыздар да болады. Енді сырный дәм беру үшін плавленый сыр қосқым келіп тұр, және сол плавленый сырмен тағы да араластырып жіберетін. Мінекей біздің сырный майонезіміз дайын болды. Енді осының барлығын түсіріп, үй жағдайында майонезіңіз бітіп қалған кезде осындай майонезді қолдан жасап алсаңыз, әрі табиғи, ешқандай қосындысыз, өзіңіз қолдан нөлден бастап дайындалған майонез болып есептелінеді. Осындай қою өте әдемі майонез дайын болды. Енді бұл майонезді холодильникке сала тұрамыз, пока біз бауырсағымызды пісіріп алғанша. Енді біздің бауырсағымыздың қамыры дайын болды. Енді майлап бір илеп алғым келіп тұр. Таудың көмегімен қатты қалың емес етіп жаятын боламыз. Таумыз кішкене майлаған боламыз. Осындай қалыңдық жеткілікті деп ойлаймын. 0,7 сантиметр қалыңдықта қамырымыз, міне сантиметрден жұқа, міне осылай жайып аламыз. Енді мынау 10 сантиметрлік форма менде. Қазір қайсысы ыңғайлы кесет, сол бойынша кесетін боламын. Және 10 сантиметр, мне кажется, бургердің тестосы үшін жеткілікті деп ойлаймын. Қараңыздар, кескен кезде максимально орын аз етіп кессеңіздер, сіздерде екінші рет жасайтын қамыр аз қалады. Сол себептен міндетті түрде сол жан-жағынан орынды өте аз етіп алыңыздар. Мына қамырды илеп, қайтадан салып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қайта мыналар сияқты жасап алуға болады. Бетін жауып, көтерілуге қоямыз. Сорпамыз дайын болды. Етімізді сүзіп аламыз. Қазымыз пока қайнай тұрсын. Етті суытамыз кішкене. Қазыны аударып, қайната береміз. Піскен пияздардың барлығын тастаймыз. Етіміз дайын, піскен, өте дәмді, сочный ет дайын болды. Мінекей біздің қамырларымыз көтерілді. Енді осыны ақырындап майға пісіретін боламыз. Ол үшін майымызды қыздыруды бастаймыз. Тысымызға майымызды құямыз. Орташа деңгейде құйғанымыз дұрыс болады. Мінекей осындай майда қазір енді бауырсағымызды пісіретін болады. Майымыз қызды, ақырындап басамыз және біртіндеп саламыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз үлкен 1 сантиметрден аса болып көтерілді. Енді осыны екі жақтан ақырындап пісіретін боламыз. Жай отта піскені дұрыс, себебі ортасы піспей қалу қаупі бар. Сол себептен ақырын ғана отта екі жағынан араластырып пісіретін боламыз.
Енді қалған қамырымыз июі қанды, және оны біз бөліп бургерге нан дайындаймыз. Духовкада пісетін қылып наған салып қоятын боламыз. 100 грамм. Мінекей біздің енді бауырдақ дайындайтын бауырсақтарымыз дайын болды. Мынандай үлкен, пышный болып, күшті болып пісті. Міндетті түрде біздің YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз, және менімен бірге бауырдақ дайындаңыз. Мен бауырдақты құрастыруға көшетін боламын. Ол үшін бізге қайнаған жылқының еті керек, және оны сорпаның ішінде, мінекей көріп отырсаңыздар, сорпаның ішінде қолмен осылай майдалап үзетін боламыз. Мінекей біздің етіміз де дайын болды. Еттің үстіне сорпамызды құйып қоямыз, сіңіп тұратындай. Енді мен мынандай ауылдан келген қатты құрттарды езгімге түсіп, терканың көмегімен. Құрттарды теркадан мелкийінен өткіздім, потому что қатты құрттар. И кішкене айран қостым да, үстіп сорпаға құрт дайындап қойдым. Енді бауырдақтарымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай нан кесетін пышақ керек болады. Мына бауырсақты қазір кесіп ортасынан сборка жасайтын боламын. Сондай нежный, пышный болады. Бізде бағана сіздермен жасаған майонезіміз бар. Тонким слоем. И үстіне де кішкене жағамыз. Помидор саламыз. Сосын салатный листья. И үстіне ет салатын. Сорпаға сіңіп тұр. Үстіне жағып аламыз. Осымен су ағып тұрған бауырдақ дайын болды. Бургерный нандарымыз дайын болды. Осындай көтеріліп тұр. Енді қан сарысын аламыз. Тоқтан белугін айырып. Духовкаға 180 градусқа саламыз. Мінекей біздің дайындаған бауырдақ, мына сорпаға қататын құрты ыстық. Мына жерде қазының сорпасы золотистый. И мінекей біздің бауырдақтың өзі. Бауырсақпен дайындалған бургер қазақша.